Баршаңызға сәлем. Бүгін өте нәзік, жұп-жұмсақ, ауызда еритін шарлотка дайындаймыз. Жасалу жолы оңай, ингредиенттері қолжетімді. Ең алдымен құрғақ ыдысқа жұмыртқа саламыз, қант саламыз, миксердің көмегімен көпіртеміз. Масса 2 есе ұлғайғанша, осындай аппақ көбік болғанша көпіртеміз. Електен өткізілген ұн қосамыз. Лопатаның көмегімен төменнен жоғары қарай ақырын араластырамыз. Массамыз басылып қалмауы қажет. Қалауыңызша апельсин немесе лимон цедрасын қоссаңыз болады. Осылай үккіштен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Алманы сүйектен тазалап, жартылай ай тәріздес етіп, видеодағыдай етіп турап шығамыз. Форманың астына кішкене май жағамыз, немесе пергамент қағазын төсейміз. Жанына май жақпаймыз. Бисквитіміз көтерілмей қалады. Алмаларды орналастырамыз. Массамызды құйып, бетіне тағы туралған алманы қойып шығамыз. Бетіне корица немесе кунжут сепсеңіз болады, өз қалауыңызша 180 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығатын пирогымыз дайын. Сіздермен болған Әсел. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.